Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңірі берген несібі ғой деп Мағжан атамыз айтпақшы, киелі шаһар Түркістанға да келдік. Арма ағайын, бүгін мың бала жобасының кезекті шығарылымы Түркістаннан талантты жастарды іздейміз, сонымен қатар киелі шаһардың ең тамаша жерлерін бірге аралайтын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Türkiye İstanbul'dan Kazakistan Türkistan şehrine ziyarete geldim. Burada Ahmet Yesevi Hazretleri'ni ziyarete geldik. Çok güzel bir ortam. Ambiyansı çok farklı. Atmosferi çok farklı. Önceleri burası böyle değildi. Şimdi her taraf yeşillik olmuş. Çok güzel yapıtlar yapılmış. Kazakistan hükümetine teşekkür ediyoruz. Olacak ne болады? Мемлекеттің тағдыры не болды? Бүкіл жастар қолайлы үйлермен тәмінленеді, арзан үйлермен. Осы 5-6 жылдың ішінде мемлекеттің айналымы Европаға өтеді. Европа елдері миллиард ақша бөледі. Даже Европа елдерінің штаб-пәтері Астанаға көшеді. Оны көп жерде айтыла бермейді. Болашақ біздің валютамыз Европаға өтеді. Бүкіл өнеркәсіп дамиды. Болашағымыз алда. Жастардың бәрі міне 4 жыл 5 жылдан бері үйсіз, ерсіз адам қалмайды. Есім Айғаным, Түркістан қаласының тұрғынымын, жасым 18-де. Осы мың бала жобасын Инстаграм парақшасынан көріп келдім. Жалпы енді біздің мың бала жобасы Қазақстандағы қазақ тіліндегі тұңғыш TikTok хаус, оны өзіңіз де білесіз. Енді біздің жобаға әрмен қарай өтіп жатсаңыз, қандай ұсыныстар ұсынар едіңіз? Жалпы қазақ тілдегі контент саласына өз үлесімді қосар едім. Қазақ тілдегі көптеген бағдарламалар ұйымдастыратын едік. Қазақ тілін дамытудағы, яғни шала қазақтарды қазақ тіліне деген махаббатын ашар едім. Арманым осы, егерде мың бала жобасына өтіп, ары қарай Алматы қаласында өз армандарымды орындауға тырысатын едім. Жалпы енді Алматы қаласына бармай Түркістан қаласында көтерілуге мүмкіндігі жоқ па? Мүмкіндік көп, әрине, бірақ енді қала саны бойынша да Түркістанда енді аз халық саны, ал Алматы қаласы енді миллион қала болғандықтан ол жерде мүмкіндіктер де өте көп. Сол себепті. Енді Түркістан қаласы күннен күнге көркейіп келе жатыр. Енді Түркістан қаласына байланысты видео материалдар дайындап беріңіз? Әрине, мен Инстаграм парақшамда арнайы Түркістан қаласындағы қандай жерлерде Түркістан қаласы жайлы мәліметтер менің парақшамда бар. Өзім жүргіземін, өзім Түркістан тумасы болғандықтан өз қаламды жақсы білем. Жалпы енді біздің оқырмандарымыздың қатарынан болашақта Түркістан қаласына келушілер болып жатса, қандай идеяларыңыз бар? Түркістан қаласында дәл қазіргі уақытта өте көп ғимараттар салынуда. Оның бірі Фараб кітапханасы, немесе Түркістан музыкалық драма театр, және де біздің Алтын самұрық деген ұшатын театр бар. Ол Азиядағы ең бірінші ұшатын театр. Сонда барыңыздар деп айтар едім. Өте керемет сезімде боласыздар. Біз сізді Түркістанда күтеміз. Бірақ сіз Алматыға кетіп қалмаңыз. Рахмет сізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз, немен айналысасыз, жасыңыз нешеде? Жалпы менің есімім Мұхаммед Қадыр Әлиұлы, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университетінің студенттік ректоры боламын. Жасым 22-де, аударма ісі ағылшын тілі мамандығында оқимын. Университетімізде жастарға өте қатты көңіл бөлінеді. Біздің Түркістан облысында 500 мың жас бар, өте белсенді барлығы. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жастарға өте қатты көңіл бөлген. Көп өзінің бастамаларында жастарды қолдау туралы, жастарды дамыту туралы көп өзі айтып өтеді. Және де осы біздің еліміздің болашағы жастар. Мен өзімнің сөзім бар. Жастар еліміздің болашағы емес, бүгіні. Менің аты жөнім Дәулетхан Оспан болады. Өзім туралы айта кетсем, мен спорт және өнер факультетінің студент деканы боламын. Яғни осы халықаралық қазақ түрік университетіндегі және қалалық жастар рухы төрағасының орынбасары боламын. Жасым 20-да, осы өнерде театр өнер мамандығында оқимын. Түркістан қаласының енді күннен күнге дамып келе жатыр. Енді жастардың көзқарасымен болашақта Түркістан қаласын қалай көресіздер? Жалпы
Түркістан қаласы әрине облыс орталығы болғаннан кейін жақсы дамып келе жатыр. Ертең бұл тек қана оңтүстік өңірде ғана емес, осы Қазақстанда және түркі мемлекеттердің арасындағы басты қалалардың бірі болатынына оны бәріміз сенімдіміз. Және осы облыс өсіп өркендеп жатқаннан кейін, бізге де туристер ағылып келіп жатқаннан кейін, қаланың экономикалық жағынан да, жаңа мәдениет жағынан да өзгеріс бар. Әрине тілге, салт-дәстүрге сәл енді бір кері әсерін тигізуі мүмкін. Дегенмен біздің оңтүстік өңірде, осы Түркістан өңірінде басқа жақтан қарағанда салт-дәстүр, тіл, әдет-ғұрып жақсы сақталған. Жалпы енді жастарға Түркістан қаласында қолдау көрсетіліп жата ма? Дәл солай. Біздің Түркістан қаласында негізі облыс орталығы болғаннан бері 70 мыңдай жаңа жұмыс орны ашылды. Және жастар жұмыспен қамтамасыз ету жақсы жүргізілуде. Қазір енді ізденсең, кез келген жерден жұмыс табуға болады. Жалпы енді өзің студенттермен, жастармен жұмыс жасайды екенсің. Енді көбінесе осы Түркістан қаласының жастарының арасында сондай қоғамдық өмірге белсенді жастар табылып жата ма? Дәл солай. Оны мен атап мысал келтірсем де болады. Мысалы, жаңа өзіміздің осы түркістандық жаңа Айбар Мырзагелді деген секілді бауырларымыз бар. Осы түркістандық болмаса да сырттан келіп жаңа оқып атқан, осы университет қабырғасында оқып бітіріп атқан бірнеше жаңағы бауырларымыз бар, аға әпкелеріміз бар. Осы Түркістанда өз ішінде, қала ішінде еңбек етіп отқан жастар көп. Менің толық аты жөнім Саян Нұрғалиқызы, мен медицина факультетінің студентімін. Осы Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи халықаралық қазақ-түрік университетінде оқимын. 3-ші курс студентімін. Жалпы енді сіздердің университеттеріңізде жастарға көңіл бөлініп жата ма? Иә, әрине. Әсіресе бізде қазіргі таңда студенттерімізге ең ауқымды түрде, ең белсенді түрде студенттердің барлығына көңіл бөлінеді. Жастар саясаты департаментіміз бізді қолдайды, яғни ол кісілердің арнайы алыс мекендерден келетін немесе жатақханамен байланыс алатын студенттерге бірінші очередь сол кісілерді қамтамасыз еткізіледі. Ол жағы бергі жағы болғанмен, және студенттер тарапынан көбінесе бізден қазақ-түрік болғандықтан Түркия мемлекеттерімізде және Анкара қаласына, одан бөлек Америка және де бірнеше жобалар бойынша қарастырылады. Жалпы енді оқу ордаларыңызда қазақ тілінің қолдану аясы қалай? Өте жоғары. Өте жоғары. Қазақ тілін ең басты тіл деп саналады. Одан кейін түрік тілі, орыс тілі және де ағылшын тілін алынсақ болады. Жалпы енді Түркістан қаласын көбіне айтып жатады, қазақы қаймағы бұзылмаған, салт-дәстүр жақсы ұстанады деп, сол туралы пікіріңіз айта кетсеңіз, расымен де солай ма жалпы? Иә, әрине сондай. Биылғы біздің қазақ мемлекеттерімізде өзінен көп бірнеше ұлттар өмір сүруіне байланысты, яғни қазақ-түрік қанша дегенменен международный казахско-турецкий университет болғанымен қарасты, бірнеше ұлт өкілдері бар. Ол ұлт өкілдерінің өздері қазақ тілін еркін меңгерді десек те болады. Онымен бөлек қазақтың ұлттық тәртібін, салт-дәстүрлерін ең керемет белсенді ұстансақ деп соған да келтірсек болады. Өйткені қазіргі таңда университетімізге келетін болсаңыздар, бірнеше студенттер қазақы стильде киінеді, жабық киінген, яғни қазақ дәстүрімізге сай киіну стильдері бар, және сөйлеу манерлері де, сабақ дәстүрлері де сонымен қатар өмір сүрген. Енді жалпы сізге соңғы сұрағым болсын, әлеуметтік желіде сіздің ойыңызша қазақ тілді контенттер жетерлік пе? Қалай, біздің өзіміздің Түркістан қаласында ма? Жоқ, жалпы әлеуметтік желіде. Жалпы әлеуметтік желіде иә жетерлік. Бірнеше. Қазақ тілді контенттер жетерлік, иә? Жалпы өзіңіз қазақ тілді контенттерді қарайсыз ғой, Основном, иә. Көбінесе сондай. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін сізге сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум, жамағат. Қазір міне Түркістан қаласына зияратқа келдік. Бүкіл түркі халқының астанасы болған қасиетті киелі мекен. Түркістан шаһарым өте кейінгі осы 2 жылдың көлемінде гүлденіп дамып, дүниенің алдыңғы қатарлар қалалардың біріне айналып отыр. Сұлтандардың сұлтаны атанған Құл Қожа Ахмет Яссауи болған жатқан жері. Құдіретті Әмір Темір дейді, Жаһангір дейді. Әмір Темірдің салған кесенесі. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Сан ғасырлардан бері өзін сондай сақтаған. Кешегі коммунистік кезеңде де бұзылмай жақсы сақталып, бізге дейін жетіп отыр. Бұдан кейін де мың жылдап болашақ ұрпағымызға түркі халықтарының ауыз бірлігін сақтауда, Тұран мемлекетінің елдігін сақтауда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қосқан үлесі осы Түркістан халқының оңтүстігін қалай берді. Бүкіл қазақ елінің ең бір тірегі, ең бір халықтың рухани
несін көтеретін, рухани байлығын көтеретін Астанада болады деп сеніп, міне біздер де зияратқа келіп жатырмыз. Барша халықты, әлхамдулилlah, мұсылман деген өзін бауырларымызды, Түркістанды бір рет те болса зиярат қылуға шақырамыз. Қазақ халқы ілгері дами берсін, рухани күш осындай Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздай бабаларымыздың рухы қолдап, мемлекетіміз ілгері кетіп, ең бастысы ауызшылық бірлік дейді. Алдағы сайлауда бірлік көрсетіп, елдің ынтымағын, бірлігін сақтай білейік. Әрқашанда осы бірінші Алла дейміз, әлхамдулилlah, мұсылманбыз. Қала берді Яссауи бабаларымыздың, Қожа Ахмет Яссауи, Арыстан бабаларымыз рухы қолдап, желеп берсін. Бүкіл игі жақсылары жерленген Абылай ханнан бастап, қанша билер, батырлар, бақсы бабаларымыз, молда бабаларымыз, ишан Hazretleri жерленген Түркістан түркінің мекені. Ол бір қазақтық емес, бүкіл түрк халықтарының астанасы десек, қазір соған әкеліп жатыр. Елбасының тапсырмасымен қанша құрылыстар жүріп жатыр. Мынау 3 жылдың өзінде қанша дамыды. Бүкіл түркі халықтарының астанасы болған жарап қалды. Бұдан да әрі дами береді. Арығыдан тарихтан алатын болсақ, құдіретті Әмір Темір Жаһангір дейді. Сұлтан Махмұд Тарағайдың ұлы. Түркіге не қалдырам деген кезде бір Яссауи бар. Яссауи бабамыз кесені құрдырам, соны қалдырам деген екен. Яссауи бабамыз кесенені құрдырған, Арыстан бабқа құрдырған, құдіретті Әмір Темірден қалдырған естелік. Міне қанша ғасырлар болса да өзінің сырын бояуын бермей тұр. Бұдан кейін де мың жыл біздің ұрпақтарымызға Яссауи бабамыздың рухани күші, мынау қалдырған мұралары қызмет қылады деп сенеміз. Әрқашанда жастарды Түркістан қаласына бір келіп зиярат қылуға шақыру керек. Бір зиярат келген рухани күш пайда болады. Біздердің мемлекетіміздің сәл де болса арқаға кетіп тұрған рухани күштің әлсіздігінен кешегі мына орыстардың мемлекет кезінде 70 жыл мешіт медреселерді өртеп, ғұлама молдалардың барлығын атып, 7 жыл 10 жыл оқыған медресе. Рухани күшім жоқ қылған. Сол енді Алланың құдіретімен қалай берді мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, Арыстан баб әулиелердің құдіретімен кері қайтып жатырмыз. Алланың мемлекетіміз болашақта жақсы болады деп сенеміз. Алдағы сайлауларда да ауызшылық көрсетіп, халық бірігіп, халыққа қызмет қылатын адамдар сайлау керек. Депутатқа да, неге да. Енді өтті әр кезеңде бір айдың жарысы қараңғы жарысы жақ дейді. Жаман жерге жүрген болса қараңғы жағында жүрдік. Енді қазақ елінің жарыққа шығатын жері келді. Жастарға Алла күш қуат берсін. Амин. Ілім берсін. Ең басты дүниеге сатылмайтын, алтын көздігінде көздері жалтырамайтын жастар болу керек. Ол үшін рухани күш керек. Соны тілейміз. Зияраттарыңыз қабыл болсын. Алла еліміздің тыныштығын берсін. Мынау киелі қазақтың сахарасын жын шайтан кәпірлерден, мынау қысық көзі Қытай мен орыстардан тазаласын. Қалай бері жемқор сатқындардан тазалансақ, мемлекет ілгері кетеді. Мен геология саласының маманы ретінде айтам, бүкіл байлық кеткен жоқ. Осы күнге сатқан байлықтың біздер ғалымдар зерттеп отыр. 30% кетті, 70% байлығымыз жердің астында. Алла нәсіпсе бәрі жақсы болады. Сеніммен қарау керек. Алла дүниеге сатылмайтын жастар келу керек. Соны тілейміз. Арыстан баб Қожа Ахмет Яссауи рух қолдасын. 29 жыл, 28 жыл қазақтар қырып бастаған кезде біздің бабаларымыз Қызылордадан Ырғызда құрылтай шақырған. Болашақ не болады? Мемлекеттің тағдыры не болды? Сонда ақ киіз үйіп, ақ түй сойып, бүкіл ғұлама молдалар шақырып Құран көтердік. Одан қалай бері Қарақалпақстаннан, Қырғызстаннан, Қазақстаннан байдың, бидің байларын жинап, ақ киіз көтеріп, бір үйге молдаларды, бақсыларды жинап, көріп келді істеген екен. Сонда 3 күннен кейін заключение шығарғанда 2 қадам арқаға кету керек. Мынау кәпірлердің заманы туды, орыстар қырады, тең жарысы қырылады деп шешім шығарып, сонда көріп кел кісілер Құран көтерген. Ағмырза Ишан дейді, Маймақ молданың балдары, Мүсірәлі Сопының немерлер. Пайғамбар ясы өмір сүреді, бұл мемлекет ішіне іріп шірейді, сол кезде қайту керек елге деген екен. Сонан Қосым Қожаның тұқымы дейді, Дәрмен Құлжаның немересі тұрып жоқ деп 95 жыл. 95 жылдан кейін мемлекет өзін тіктейді. Сол кезде қайту керек. Оған дейін орысқа сатылғандар, орыстың сөзін сөйлейтіндер отырады. НКВД болған, соттың баласы, прокурордың баласы болған тұрады. Қазаққа күн бермейді, оншалық жаны ашымайды деген екен. Енді сол айтқандар туыр келіп, міне 63 жыл, пайғамбар ясы деген 63 жыл,
29 қоссаңыз 92-дегі развалды айтып берген. Союздың тарқайтын бір чист болатын. Онан кейінгі жаңағы Сопазы Мысыралы Қожаның Дәрменқұлдан тараған немересі дейді. Оның атта қосынбаған Аппақ Ишан деген. Ол шорт кесіп сол жерде Ырғыздағы Құрылтайда жасам Құрылтай. 95 жыл деген екен. Ел қайтады, ел тіктеледі, бүкіл дүние таниды деп. Енді 24-ке туыры келеді. Алла енді болашақ алды да. Қазақ мемлекеттің алдында болады дейді. Енді қазіргі білетін жақсы көріп кел, сопылықты білерген кісілер айтып отыр. Бүкіл жастар қолайлы үйлермен тәмінленеді, арзан үйлермен. Осы 5-6 жылдың ішінде. Мемлекеттің айналымы евроға өтеді. Европа елдері миллиард ақша бөледі. Даже Европа елдерінің штаб-пәтері Астанаға көшеді. Мемлекет ең алдын қара егесет деп айтылып отыр қазір. Болжам жасаған кісілер. Оны көп жерде айтыла бермейді. Мына кеп қалды реті айтып отырмыз. Болашақ біздің валютамыз евроға өтеді. Долларда, рубльда, юанда болмайды. Мемлекетке дейді сондай ең төменгі немен миллиард Европа мемлекеттері ақша құяды. Бүкіл өнеркәсіп дамиды. Тек экспортқа завод фабрикалар құрады. Жастардың бәрі міне 4 жыл 5 жылдан бері үйсіз, ерсіз адам қалмайды. Ең қатары алдыға кетеді деген әңгіме бар. Енді айтылып жатыр қазір. Алла соған жеткізсін. Болашағымыз алда. Алла күш-қуат берсін тілеймін. Сәлем, мен есім Бергайған Маратқызы, мен Қазақ-Түрік университетінің 1-ші курс студентімін. Мамандығы мемлекеттік және жергілікті басқару. Өлең оқумен айналсам және театрда жұмыс жасаймын. Мың бала жобасын TikTok желісінен, Instagram желісінен байқадым және өзімдің бағымды сынауға келдім. Өзіміздің Түркістан жаңадан ашылған Түркістан музыкалық драма театрында жұмыс жасаймын. Бірақ актриса емес, директордың көмекшісімін. Яғни театрдың маңында жұмыс жасау үшін солай жұмысқа орналастым. Осында Түркістанда 4 жыл оқимын ғой, енді 4 жыл босқа жүрмес үшін және де маңызды адамдардың жанында жүру үшін, негізі болашақта адамға нық мақсат керек үшін мықты жандардың жанында жүру керек қой. Сол үшін театрға келдім. Сіз қателеспесем, өлең оқып Инстаграмға қанша оқырманыңыз бар? 2300-ге жетейін деп қалды. TikTokта 2800 ба? 2800, бірақ лайк 50 мың лайкым бар. Жалпы менде TikTok желісінде, яғни TikTok желісінде танымдық жұмыстарын мен рубрика жүргізгенін ұнатам. Негізі билегеннен қарағанда сөйлегенін ұнатам. Түркістан қаласындағы қандай жерлерге бару керек туралы Инстаграмда рубрика жүргізем. Сол жағынан көмектесе аламын негізі. Яғни сахнадан, камерадан ұялмаймын. Сіз осы шынымен білмейсіз бе? Кезігіп қала берем бірдей сізге. Сіз жүретін жерлерде әлде мені адасып не ерігіп жүрдейсіз бе? Қағылу махаббат қанатының жаныңызға жабырқап баратыным. Байқалмай ма сізге осы қып-қызыл боп қипақтап қалатыным. Сізді ойламай көзімді әлілдіріп, көргенім жоқ керек пе жалындыру. Өртенемін жаныма жалын кіріп, әдейі үнсіз жүрсіз бе бәрін біліп. Қара көзден қашсаңыз несінерсіз, бір әдемі бақытқа кезігерсіз. Қарап қалсам өтесіз көрмегенсіп, оңбағансыз, не деген кешірерсіз. Негізі мен тез оқимын, оны білем. Қала әкімінің алғыс хаты. Және көптеген форумдарға түстім. Қызылорда, Шымкент қаласының университеттерінде болдым. Сол Алматыға бару ойымда бар, оқу бітіргеннен кейін. Сол қазір мен арғымақпын, Алматыға тұлпар болып барғым келеді. Бірінші, негізі мен 1 жыл дайындық бөлімде оқыдым. Яғни мен 5 жыл оқыдым, 5 жыл оқимын. Енді 2-ші курспен былай сана 3 жылым бар алды. Грант оқимын. Дәл қазір бізде жастар орталығы, драма театр және де жастарға қолдау көп білдіреді негізі. Саясатпен айналысатын болсаң да, өнермен айналысатын болсаң да. Бірақ енді анау айтқандай Алматыдағыдай емес, бірақ бар. Рахмет. Болды? Болды ма? Рахмет. Ассаламағалейкум баршаңызға. Мен есімім Тілеген Самат Берікұлы. Мен қазіргі таңда фастфудта повар болып істеймін. Ал бұлай өзімнің қызығатын салам, сценарист, автор болғым келеді. Белгілі бір ой салар, кино, сондай дүниелер түсіргім келеді. Соған автор болғым келеді, сценарий жазғым келеді. Өзімнің ойымнан біраз дүние жаздым десем, бірақ оны түсіруге қаражат жетіспегендіктен қазірше
үйде сақталып тұр. Көбісі қандай заттарға байланысты? Дүние өмірге байланысты, ой салатын дүниеге байланысты жалпы. Біреуін айтып бере аласыз ба қысқа шамасын? Жалпы оны бүйтіп жазып не алмасам былай айтып бере алмаймын. Роликтерге жазасың ба не қалай? Иә, роликтерге, шағын роликтерге 10-15 минут текст бастан аяқ өзім құрастырып, адамдарды қойып жаза аламын. Видео түсірдіңдер ме? Жоқ, видео түсіремін. Неге? Қолдау ешкімнен келген жоқ, сондықтан өзіммен өзім. Повар болып қайда істейсің? Фастфуд. Фастфудта не пісіретіңдер? Бургер, чикен, пицца. Пицца жасайсың, пицца мейкерсің ғой? Иә. Тикток видео түсірмейсің ба? Түсіруге болады алдағы уақытта, бірақ қазірше сценарист болып. Оқисың ба еще? Жоқ, оқымаймын мен. Бітіріп қойдың? Иә. Қай жылдың сонда? 99. 99. Қай этап тұрдың? Мен шаштараз бітіргенмін, былай оқымағам, жоғары оқу. Негізі басы бар, аяғы бар, неше дүние жаздыңыз осы уақытқа дейін? Көп, жазбағаным бар, ойымда жүргені бар, былай. Кітап оқисыз ба негізі? Кітап? Иә. Діни кітап оқимын, былай психологияның оны оқимын. Бізге жібере аласыз ба, жазғандарыңызды? Болады жібер. Танысып көрсек. Иә. Қазақ тілінде контентті, қазақ тіліндегі тикток хауста қалай дамытуға болады? Өзің қалай көресің? Қазақ тілінде қазақи мемдермен, может. Қандай? Қазақтың әндері бар, солармен дамыту болады. Сен, мысалға, сценарист болып келгің келеді бізге? Иә. Мысалға, тикток видеоларға сценарий жаза аласың ба? Жазамын. Вот, представь, бізде 20 адам бар, 10 адам бар. Бөлініп, күніге бір 10 видео түсіруіміз керек та? Бүгін бір видео түсіруіміз керек. Тиктокта 5 адамнан тұратын тикток видеода. Не түсіруге болады мысалы? Түркістан туралы ма? Түркістан туралы түсірейік ал бүгін. Сен сценаристсің. Там концепциясы қандай болады? Түркістан қыдырып келген студент болсын, оқуға түскен студент болсын, содан бастау болатын шығар. Дальше қалай дамиды оқиға? Қаланы аралайды. Қала аралаған түрлі қызық болады енді ортада. Сонда бізге былай істеу керек, сен лучше бізге сценарий жіберуің керек, өзің жазған сценарийді присылдау. Иә. Соны қарап, скетчтер жазасың, енді вайндар жазасың, тикток видеолар, соған қарап шешім қабылдауымыз керек деп ойлаймын. Себебі сен көп сөйлемейсің, барлығын, ойыңның бәрін сен көзге қарағанда қағазға түсірген саған ыңғайлы. Солай ма? Иә. Камераға былай көп көріне бергім келмейді солай. Түсіндім. Онда сол сценарийлерді күтеміз, бірақ иә? Иә. Сен атыңыз Абдусамат па или Тілеген ба? Абдусамат негізі, бірақ көбісіне Самат. Болды? Рахмет.